Ассалаумағалейкум, армысыздар құрметті көрермен. Бүгін бізде Қызылорда қаласы студенттік арбатты шоу жасап өтпекпіз. Мұнда түрлі оқу орындары орналасқан, мектептер, лицейлер орналасқан, әкімшілік орналасқан. Соны бір баяндап өтпекпіз. Қызылорда қаласындағы студенттік арбат қала қонақтары мен қала тұрғындарына кешкі серуенге шығатын керемет алаң болып саналады. Бұл бізде медициналық колледж, болашақ медициналық мамандықтарын дайындайтын осы арбаттың бойында орналасқан. Арбат алаңынан бөлек оқушылар мен студенттерге арналған осында жаяу жүргінші тротуарлар орналасқан. Жан-жақ шайқалып, студентке бөлінген. Қызылорда қаласындағы студенттік арбат Қызылорда қаласының бетке ұстар серуен аймағы ретінде саналады. Бұл ғимарат бізде Қызылорда медициналық жоғарғы колледжінің екінші ғимараты. Арбаттың бойында орналасқан. Арбаттың бойында бізде қала әкімшілігі, жатақханалар, университеттің Аманат партиясының ғимараттары орналасқан. Біздің қалада осындай керемет арбаттың болғанына қуанамыз. Және қала әкімшілігіне рахметіміз, алғысымызды айтамыз. Қала әкімшілігінің алды керемет абаттандырылған, керемет тазалық ұйымдастырылған. Және кешке серуенге бұл жақта барлық қала тұрғындары таза ауа жұтуға шығады, серуендеуге. Өзім жалпы Қызылорда қаласының тұрғыны болам. Тағы да әкімшілікке рахметімізді айтамыз. Мұнда қоғам қайраткері Мұстафа Шоқайдың кереметтей ескерткіші орналастырылған. Мұстафа Шоқай 1890 жылы дүниеге келіп, 1940 жылы дүниеден өтті. Біз дәл қазір студенттік арбаттың ортаңғы жағында орналастық. Мұнда қазір жазушылар поэзия аллеясына аттанбақпыз. Жазушылар аллеяның алдында осындай кереметтей мүсіндер қарсы алады бізді. Және бұл жақта Қызылорданың тарихи ғимараттарының бірі атауын атамақпыз қазір. Жаңағы айтқан ғимаратымыз бізде бұл Қызылорда қаласында Қорқыт ата атындағы университеттің 6-шы корпус болып саналады. Мақтап айта кетерлік жайт, Қызылорда қаласы әкімшілігі жалпы осы соңғы 4-5 жылдықта қаланың тазалығына, әсемдігіне көптен көңіл бөлуде. Жазушылар аллеясында осындай қала тұрғындарына жаттығу жасайтын және тынығатын осындай гүлзарлы бақтар орналасқан. Мұнда 3 жазушының ескерткіші орналасқан. Бұл ескерткіштер жалпы
мемлекет қорғауында өткен. Арбат әлі алаңның ортасында керемет бейне келтіріп тұр өскелең ұрпақтарға. Бұл жерде Тәжібаев, Шүкіров және Мұхамеджановтың жазушылардың композициясын ескерткіштер. Студенттік Арбатта тағы да бір орналасқан ғимаратымыз студенттер сарайы, Қорқыт атындағы Дода университетінің. Қорқыт атындағы 6-шы корпуспен жалғасып тұр. Керемет көреміз. Студенттік Арбаттың ортаңғы жағында ыстықтан қорғанатын осындай тәтті балмұздақтар сататын, кофе ішетін, шөлді қандыратын сусындар орналасқан. Студенттік Арбат алаңында келесі ғимаратымыз оқу орталығы. Бұл Сәтай Әбдіканов атындағы политехникалық колледжді. Кезінде осында оқып мамандығымызды алып шыққанбыз. Мұғалімдерге алғысым шексіз. Политехникалық колледжіміздің алға қасбеті. Осында оқушылар, көптеген оқушылар өз мамандықтарын алып, болашаққа деген жоспарын құрып, мамандығымен жұмыс істеп кетеді. Арбаттың аяқ жағы орталық алаңға қарай жалғасып, өз жалғасын табады. Мұнда оң жағымызда Қорқыт ата университетінің қосымша корпустары орналасқан. Арбаттың жалғасқан бөлігінде кереметтей орналасқан. Бұл жерде кофе ішер қауымға арналған кофе ішетін орындықтары керемет, жаңа заманауи. Және бұл жерде су бұрқақтар кешке таман алаңға арнап қосылады. Онда тағы да балаларға арналған алаң. Балаларыңызда келіп ойнатсаңыздар болады. Серуендерге суықтықтан тамаша шашырауын тамашаласаңыздар болады. Тағы қосатын болсақ, бұл жерде тек қана жасөспірімдерге емес, үлкендерге де өзінің дене шынықтырумен айналысатын орындар орналасқан. Біз осы студенттік Арбаттың соңғы бейнежазбаның соңында сіздерге каналымызға тіркеліп, бағалап, бөлісіп өтсеңіздер жақсы болар еді. Келесі кездескен сіздерді жақсы контенттермен, жақсы бағамыздың жерлерімен қуантуға әзірміз. Қош сау болыңдар, келесі кездескенше.